Қазіргі уақытта көпшіліктің үйінде мынандай котелларды далаға шығартырып жатыр. Енді ысылық пәтере болмау үшін имканы болса әмме орап қойып жатыр. Енді бұл нәрсе мына зат жанады, мына сыртындағы жылтыр. Ішіндегі сары стекловаты жанмайды. Абайлы болаңыз. Котеліңіздің алдына мынандай ораған болсаңыздар, темір листтен қойып жіберің. Кейін морыңыздың тартуын текшірің, моры yaxshi тарту керек, тығылып қалған болмасын. Кейін аузынан от далаға шығатын болмасын. Тартуларын текшіруіңіз керек. Аз мен көрсетіп беремін мына заттың жанатын. Кетті уже. Кетті. Сарысы жанып атқан жоқ. Мына зат жанмайды, мына жанмайды, олыман. Жанмайды. Жылтыр қағазы жанады неке. Соның үшін абайлы боламыз. Мына затты ilacı болса сыртын орағаннан кейін қаңылтыр білен жұқа қаңылтыр шипырлар бар ғой, шу білен орап қою керек, yaxшылап котелдің утеплять еткен екен. Видеомызға лайк басып қойың, тарқатып қойың. Пайдалы болған болса